жеңімпаздың рөлі туралы. Автономия дегеніміз олар әлемге ашық біздің ересек бөлігіміз. Ата-анасының тағдырын қайталауы бұл сізге қол жетімді емес. Оның жанына стратегия ойлап тапқан өмір саласын жақсартуға тырысады. Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа көрермендерге өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Меруерт, мен кәсіби психологпын. Ересек адамдармен және ерлі зайыптылармен жұмыс жасаймын. Сонымен қатар тағы да бір үлкен мақтанышым, бірнеше жыл бойы топтық терапияның жүргізушісімін. Шынымды айтсам, психологияға дейін Ирвин Яломның кітаптарын оқи отырып, 10 жыл бойы топтық терапияға қалай баруға болатынына таңғалатынмын. Яғни автор өзінің өмірі туралы айтып, терапия туралы және жеке әңгімелермен бөлісе отырып, мен осы фактімен таңғалдыратын. Ал екінші жағынан, мамандыққа келгеннен кейін топтық терапияны норма ретінде қабылдай бастадым. Енді мен де сіздерге әртүрлі психологиялық тақырыптарды ашудамын. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Бүгін мен жеңімпаздың рөлі туралы айтқым келеді, және көптеген адамдар бұл рөлді тек қана жетістікпен шатастыруы мүмкін. Бірақ бұл ең бастысы емес. Мұнда бастысы шынайылық. Шынайылық бұл өзіне адалдық туралы, адам өзіне шынайы, адал бола тұра өзіне және басқаларға сенімді адамға айналады. Олар әлемге ашық, әлем оларға ашық. Олар өздеріне де басқаларға да құрметпен қарайды. Шынайы тұлғалар өз мүдделерін шектеп, басқаларды қуантуға, басқа адамдардың үмітін қанағаттандыруға ұмтылмайды. Және олар манипуляция жасамайды. Олар ашық болады және осал болуға қабілеттері бар. Және масканың артында өздерінің жасырудың қажет етпейді. Автономия жеңімпазды қорқытпайды. Автономия дегеніміз адамның басқалардан, топтың немесе қоғамның беделінің қысымынан тәуелсіздігінің көрінісі. Жеңімпаз мінсіз адам болып көріну мүмкін, бірақ ол сәтсіздікке тап болады және кедергілерге қарамастан ол өзіне деген сенімділікті сақтайды. Жеңімпаздар өз бетінше ойлаудан және өз білімдерін пайдаланудан қорықпайды. Олар фактілерді қиялдан ажырата алады, олар басқаларды тыңдайды және айтылған сөздерді бағалай алады және өз қорытындыларын жасайды. Жеңімпаз олар өздерін дәрменсіз етіп көрсетуден қорықпайды және прокурорларды ойнамайды. Олар өз өмірлері үшін жауапкершілікті өз мойнына ала алады және басқаларға тұлға ретінде шектетпейтін билікті бермейді. Жеңімпаз уақытты басқара алады. Ол түрлі ситуацияларға сәйкес жауап бере алады. Оның реакциясы басқа адамдардың маңыздылығына, құндылығына, қадір қасиетіне, әл-ауқатына зиянын тигізбейді. Яғни мен олардың бәрін экологиялық тұрғыдан жасайтыны туралы кем дегенде соған ұмтылады. Жеңімпаздар өз уақытын бағалайды. Олар өздерінің өткен шағын біледі, қабылдайды және болашақты қуанышпен күтеді. Жеңімпаз деп сезімдерін білетін, шектеулерін түсініп үйренетін, олардан қорықпай, керісінше қорқынышпен кездесуге қабілетті біздің ересек бөлігіміз. Олар өздерінің сезімдерін, ойлары мен мінез-құлқын бақылай алады. Сәйкесінше олар тиісті түрде жауап бере алады. Ересек адам сүйіспеншілікті көрсетуге, беруге және қабылдауға, сүюге және сүйікті болуға қабілетті. Жеңімпаз жеңіл, спонтанды бола алады. Олар өмірге ашкөз, жұмыстан, ойыннан, тамақтан, басқа адамдардың қоғамынан, жыныстық қатынастан және табиғат әлемінен ләззат ала алады. Олар өз жетістіктеріне қуанудан ұялмайды және басқалардың жетістіктеріне қызғанышсыз қарай алады. Жеңімпаздар ләззат алудан бас тартса да, олар ләззатты кейінге қалдыруға қабілетті. Яғни болашақта ләззат алуды күшейту үшін өздерін
қазіргі уақытта тәртіпке келтіреді. Мысалы, сіз бір нәрсені қатты қалайсыз, бірақ қазіргі уақытта бұл сізге қол жетімді емес. Мысалы, сіз саяхатқа барғыңыз келеді, ал іштей қырсық қыңыр бала аяғын тепкілей бастайды. Бұл тілекті бір сәтте орындауды талап етеді, ал жеңімпаздың рөлі, яғни біздің ересек бөлігіміз, бұл тілекті қалай жүзеге асыру керектігін ұтымды түрде қарастырады. Яғни ересек бөлігіміз оған қол жеткізуге болатын уақытты және осы тілекті жүзеге асыру үшін не істеуге болатынын нақты көрсете алады. Қазір әлеуметтік желілерде біз көптеген мысалдарды көріп отырмыз. Адамдар өз болашағын ұқыпты және сау түрде жоспарлап қалағанына қол жеткізгенін көреміз. Қазір менің ойыма Джой фильмі келіп тұр. Бұл фильм жеңімпаздың рөлін анық көрсетеді. Онда көптеген психологиялық проблемалар бар. Біз ата-аналарын инфантилді, кішкентай балалар секілді екенін көріп, бақылай аламыз. Депрессияға ұшыраған анасы ажырасудан кейін өз-өзіне келе алмаған және өз-өзіне тұлға ретінде қарамай кетіп, тастап кетуі, барлық жұмыс күндерін телехикаялармен және ол сериал кейіпкерлерімен өмір сүреді. Сондай-ақ проблемалары бар, тұрақты табысы жоқ әкесі. Көзге түсетін жайт Джойдың ата-анасының тағдырын қайталауы. Айтпағым, отбасын асырай алмайтын, отбасына қамқорлық көрсете алмайтын ер адамды таңдау. Бір сөзбен айтқанда, ересек бола алмауы. Сондай-ақ ашуға және қызғанышқа толы өмірге риза емес әпкесі. Яғни біз 4 нәресте секілді инфантилді адамды көріп отырмыз. Фильм шынымен өмірден алынған. Көптеген жеңілістер, опасыздық, ересектердің бір тұтас бола алмауы, тіпті еденді жөндеу керек кезде бір көрініс бар. Ер азаматтардың барына қарамастан басты кейіпкер бәрін өз нәрсені ұйымдастырып жасау керек. Басты кейіпкер ажырасқан. Сонымен бірге тәуелді қарым-қатынасты бұрынғы күйеуімен әкесінде байқауға болады. Осы оқиғаның барлығында басты кейіпкер өзінің балалық арманына сүйенеді. Өзгеру үшін қызы арқылы көптеген символдарды байқай бастайды және жылы қабақ танытатын әрі қолдау көрсететін жағымды жайт ол әжесі. Мен видеоның басында айтып кеткен барлық қасиеттер осы басты кейіпкерге тән. Ол керемет келіссөз жүргізуші. Ол көп сәтсіздікке ұшыраудан, құрбан болудан шаршайды, жеткілікті сенімділікпен қайсарлық танытып, өз қажеттіліктерін қанағаттандырады. Отбасына қолынан келгенше көмектеседі. Әрине, кейіпкердің бір жерде қолын түсірген сәттері болды, бірақ келесі күні біз оның жанына стратегия ойлап тапқанын көреміз. Яғни жеңімпаз әлемге және адамдарға бей-жай қарамайды. Яғни ол мұқият, жанашыр және өмір саласын жақсартуға тырысады. Әртүрлі масштабтағы әртүрлі апаттарға, қиындықтарға қарамастан жеңімпаз өзін дәрменсіз құрбан деп санамайды. Ол әлемді жақсарту үшін және ең алдымен өзі үшін жұмыс істейді. Мен өзімнің видеомда аяқтаймын және сіз өзіңіз қалаған және жоспарлаған барлық нәрсеге қол жеткізе аласыз дегенге сенімдімін. Сіздің барлық идеяларыңыз бен тілектеріңіз маңызды. Барлығын жазып қойыңыз, олар осы әлемде бар болсын. Келесі кездескенше.